Ассаляму алейкум, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай өте ашты болып шығатын аджика дайындайтын боламын. Менің каналыма міндетті түрде тіркелуді ұмытпаңыздар. Керек заттарымыздың барлығын осы видеоның астына толықтай барлығын жазып қоятын боламын. Ең алдымен бізге осындай мясорубкамыздан, яғни қызанағымызды жақсылап өткізіп алуымыз қажет болады. Одан кейін тәтті бұрышымызды да жақсылап өткізіп алуымыз қажет. Одан кейін қалған заттарымыз, яғни ашты бұрыш пен чесногымызды да жақсылап өткізіп алуды ұмытпаймыз. Газымызға қоярдың алдында бір рет жақсылап араластырып аламыз. Яғни сіздердің помидорларыңыз етті болса, осындай қоюлықта болып шығады. Газымызға қойып, жақсылап бір рет араластырып аламыз және де қайнағанын күтетін боламыз. Бір рет қайнағаннан кейін, яғни дәміне қарай тұзымызды және де қантымызды 9% уксусымызды салып, тағы да 25 минутта, яғни толықтай қайнатуымыз қажет болады. Одан кейін отымызды баяулатып, тағы да жақсылап қайнататын боламыз. Қайнап болғаннан кейін осылай қызанақтың суы, яғни бетіне шығады, сол кезде дайын деген сөз. Енді стерилді банкаларымызға барлығын жақсылап құйып, яғни бетін крышкамен, яғни жабатын боламыз. Қыс уақытында, яғни бөлме температурасында немесе салқын жерге де қойып сақтай берулеріңізге болады. Міне біздің өте ашты әрі тәбетті ашатындай аджикаларымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көрулеріңізге кеңесімді беремін. Және де менің YouTube каналымда басқа да түрлі видео рецептерді кіріп көрулеріңізге болады. Және де менің каналыма тіркеліп, колокольчикті басып, все дегенді бассаңыздар, келесі жаңа видеоларымды жіберіп алмайтын боласыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.